глубоко копает внутренние органдарға. Ол қалай? Мынаның құрамында мына айтып отыр ғой, полипринол деп аталады ғой. Ол бізде не үшін керек ол? Жалпы мына бауыр бар ғой, қатты отекқа түсіп кетеді ғой. Бауыр отекқа түсіп кетеді. Көп жағдайда біз тұзды тамақ жейміз, неше түрлі консерванттар қосылады. Даже айтып отырмын, сабақта айтамын постоянно. Еттерге не қосылады бізде? Кәдімгідей трубтарды обрабатывать ететін бізде неше түрлі формальдегид деген нәрсе қосылады. Формалин деп айтамыз біз. Солар қосылады да бізде. Енді былай қарасақ, бүкіл нәрсенің бәрі консервант қой бізде, көп нәрсе. Сонда бауырда тауық ісініп кетеді, өзінің функциясын атқара алмай қалады. Мынау сол бауырды как спасатель ретінде жүреді. Содан кейін бауыр жақсы болғанда сіздерде қан жақсы болады всегда. Қан айналу процесс жақсы болады. Және де бауыр жақсы болған кезде, қыздар, сіздерде кожный заболевание болмайды. Неге? Өйткені бауырдың функциясы жақсы болған кезде, атқаратын ісі жақсы болған кезде, сіздерде кожный иммунитет резко көтеріледі. Мына ішесіздер ғой, витамин, және D3, кожный иммунитет, қан иммунитеті жақсы болғанда ешқандай аллергия болмайды. Содан кейін бауырдың жұмысы, бауыр айтқан кезде это фильтр крови. Қан это бізде бүкіл клеткаларға қажетті дүниені бәрін апарып тұратын не бізде? Паровоз. Бүкіл ағзаны подпитывать еткенге. Мына бар ғой бүкіл ағзаның айтқанда разгрузкасы. Мына как основа ретінде жүреді. Мына детокс программасын шесіздер ғой, сіздер. Көбі қазір өтпен бауыр замечайте, көбінде тяжесть бар, асқазаным ауырады, тяжесть бар дейді. Сразу біліңіздер, тяжесть бар ма? Ол адамда бауырмен проблема бар однозначно. Сразу біліңіздер, өті толуы мүмкін. Өті толған деген сөз. Потому что тяжесть қайдан пайда болады? Өттің жұмысы дұрыс емес, тамақ значит дұрыс қорытылмайды. Все, автоматты түрде осыны бересіздер, егер чайын бересіздер, ядрын бересіздер. Адамда нәтиже бір-екі күн, даже цирроз печени неден результат болады сразу. Потому что мынаның құрамын қарап отырмын, мен железно білем, гепатоз печени деп айтады ғой. Сондай мысалға аурулар, май басады деп айтайықшы басқаша, просто жүрмей айтқанда. Май басады, соның барлығын күшті көмектеседі. Мына көбі түсінбей қалады, гепатериоз деген нәрсені айтамын ғой, гепатериоз деп. Почему-то гепатериоз печени не существует деп айтады ғой. Қыздар, когда неге айтып отырмын мен? Біз қазіргі современный медицина гепатериоз печень деп айта береді. Не үшін? Өйткені печень жұмысы дұрыс болмаған кезде т гормоны точке айналу қиын болады. Сол кезде гормональный фон нарушение болады, щитовидка бәрі ұшады адамда. Даже мына бастағы гормондар бар ғой, гипофиз, гипоталамус деген, даже сол кәдімгі істен шыға бастайды адамда. А ол дегеніміз сізде мына жақ істен шықтыны, женский жақта миома, жәнегі киста, тағы да басқа. И ранний климакс болады деген сөз однозначно. Ежелден жұмысы дұрыс болмайды. Поэтому печень, это вот кишечник, печень, это основа. Сол мықты болған кезде, прям ағза не болып тұрады. Қалай айтайын, функциясы күшті болады, любой органдар жақсы жұмыс істейді. Осыны прямо всем рекомендую. Өзіме де алып алайын деп тұрмын, бара салсын Астанаға барып. Бізде кардиоформула деген бар еді ғой, білесіздер ме? Даже кардиоформуладан да жақсы өнер. Атеросклероз. Енді не айтайын сіздерге? Көбінесе мынауменен егер де сіздер ресвератрол бар ғой, біздің анау бьюти бленд. Мен оны ресвератрол деп атап кетті, сол кетті, атын тұқылып кетеді. Мына бьюти блендті бірге ішсеңіздер, раковый клеткаларға күшті болады. То есть онкологический проблемалар ғой, даже мына метастазы кеткен адамдарға. Бедрон, және де ресвератролды беріңіздер, бьюти блендті мынаны. Потому что бауыр, енді извините меня, бауыр қан бәрін тазалап отырғаннан кейін процесс ашылады, мықты жүреді деген сөз ғой ағзада. Ойлансашы, компания деген уже мынандай продукцияларға шықты да, что уже ол новый уровень ғой, новый уровень. Содан кейін мына жәнегі атеросклерозға күшті болады, памятқа жақсарады, қан айналым процесінде мына көп бала адамдарда стенокардия, тахикардия, жүректер қағып кетеді ғой, дұрыс етіп. Соларға мынаны беріңіздер, потому что бауырды реттеп алғаннан кейін уже болды, қан айналым процесі жақсы болады ғой. Ферритиннің бәрі деңгейі жақсы болса, кальциймен берген кезде все, тахикардия уже там как-то проблема емес. Көбінде шум сердца деп айтады. Мысалға, көбінде не бар тағы да стенокардия деп айтады. Ана, замечайте, кейбір адамдар болады, резко жүректер шаншып қалған сияқты болады да. Тұрады, а потом біраз кейін отпускает. Пожалуйста, қан составын реттегілеріңіз келсе, осыны жасайсыздар.
Содан кейін стенокардия көбінесе ферритин төмен адамдарда болады ғой, гемоглобин аз адамдарда. Немесе қан қою. О, спасатель ғой мынау. Прям мынаны бар ғой, профилактика ретінде үлкен кісілерге күшті беріңіздер. Бізде қазақтар осы ет жеп, ана майлы тамақ жеп, аталарымыз апаларымыз отырады ғой. Беріп жіберіңіздерші мынаны. Ертең өздеріңіз қиналмайсыздар да. Ертең өздеріңіз қиналмайсыздар. Сол осының бәрін кәдімгідей, прям девочки, сіздер вообще мына өнімдердің нелерін түсінсеңіздер, Енді шықты ғой деймін. құндылығын түсінсеңіздер, лекарство только НЛО будете питаться. Целыми днями только НЛО. Сөйтіп жүрміз ғой онсыз. Мына енді өнім өте революционный өнім деп айтуға болады. Иә. Соңғы технология. Біздің ядроның аналогы жоқ өнімді. Состав никто не сможет так сделать заново. Как фульвамен гульмен кышкылар бірге, как соединить это вообще в природе? Миға кірмейтін нәрсе ойлап қарасақ. Содан кейін мынаны мысалға точно знаю аналог жоқ. Әлем еще такой не придумал, мынаның аналогы жоқ. Одан кейін барып бізде не бар ғой, пептидный коллагендеріміз, например. Қай коллаген сүйектің ортасындағы жидкості қайтадан қалыпқа келтіріп жатыр. А біздікі не, представляете, сонда бум болып жатыр. Сүйектің ортасындағы жидкость, то есть соединительная ткань деп аталады. Сол сүйектің ортасындағы жидкость қалыпқа келеді, представляете? Қалай ол сонда? Это қандай должен быть коллаген уровень, ана бүкіл нелердің бәрін реттеп, кәдімгідей ісіктің бәрін түсіріп, сүйектің ортасына жидкость қалыпқа келді. Еще самое главное, қыздар коллаген деген дүние ішкенде бауыр ауыратын адамдар іше алмайды ғой. Бауыр ауыратын адам коллаген ішуге болмайды ғой жалпы, а біздікін болады. Почему? Потому что пептидная формула, она облегченная формула. Ол бар ғой, сіңімділігі бауырға нагрузка ешқандай бермейді. Рахат қой. 95%. Иә. Басында витамин С, за счет того, что витамин С жоғары болғаннан кейін мүмкін құсқысы келген сияқты болады бауыр ауырған адамдарға. Потому что у них организм так воспринимает витамин С в любом виде. Но уақыт өте келе ол нормализуется. Қосып ішкен жақсы екен. Иә, күшті. Бауыр ауырады ғой негізі. Айтып отыр ғой, бауыр ауырғаннан кейін ичимінде дұрыс емес. Сондай болған. Одан кейін гормональный. И оның барлығын, мысалы үшін, ауырмайтын жері болған. Мен всегда неге берген кезде, мен всегда коллаген берген кезде, например, 2-3 күн беремін да, мен сразу сұраймын, всегда сұраймын. Мен клиенттерім келеді, уже ұрыста жаттап, бауырыңыз ауырады ма деп сұрапты. Сұраймын оған ғой, бауырыңыз ауырады ма деп. Содан кейін ливерпуль сізге берейін қосып деп, бетіңіз тазарады, күшті боласыз, анау эффект күшті болады деп, сайрап отыр біреуге. Қарасақ, шай ішуге келдік қой бірге, кездесіп отырмыз, сол кезде айтады да. Күлдім мен, дедім. Соны ливерпульмен бірге беріңіздерші. Ойласаңшы, ана бауыр тазарады. Ананың сіңімділігі қандай болады? Еще ана бауыры таза адамда беті таза болады ғой. Свежий болады адам. Бір-біріміз бетімізге. Кім Ливерпуль ішіп жүр, сразу біліңіздер дейді. Кім ішіп жүр, не сразу біз определить етеміз. Жақсы енді. Жаңағы жүрек ауыратындарға капиллярлар укреплять. Және Лира ханым айтты ғой, бьюти блендпен қосып ішсеңіздер вообще күшті. Именно бьюти бленд негізі антиоксидантный ғой. Антиоксидантный, жаңағы свободный радикалдарды нететін, тоқтататын. Яғни бұл дегеніміз раққа, жаңағы не ғой, профилактика. Алдын алады. pH баланс, бутылка. Қазір айтып жатырмыз ғой, бәріне экологияға байланысты біздің жаңағы стресс, кейбір ішіп жатқан енді бәрі прям енді үйдің тамақтары емес қой. Сондықтан қазір көбіне сондай. И мына не деп айтамыз, телефон, көрінген жерде Wi-Fi, соның барлығы негізі ағзаға әсер етеді. Біздің өнімдерді постоянно ішіп жүрсеңіздер, жаңағы су сияқты нәрселерге профилактика жағынан. Бірінші өздеріңізден сұрайды ғой мысалға, мына биатлонды қанша ішу керек, например, там донабелланы қанша ішу керек деп, драйвитны қанша ішу керек деп сұрайтын болады. Бірақ жауап да бәріне: а сколько вы хотите быть молодыми и красивыми, здоровыми? Қанша уақыт сіздер жас, әдемі және де қандай болу керек, дендеріңіз сау болған қалайсыздар, сонша уақыт ішіңіздер деп айтады. Для профилактики хотя бы ортасында андасында ішіп тұрғанды жақсы. Қазір это қыздар 21 ғасыр сумен ауада необходимость бар. Барлық нәрсе қазір необходимость қазір.
Сіз попробуйте, до 3 жетіспесе не болады ағзаңыздың бәрі. онкологияның бір себебі сол тегін жетіспеуінен басталады, өте төмен болған кезде Кальцийдің жетіспеуінің өзінде мысалы 300 бәленбай ауру түрі түседі адамға. магнийдің жетіспеуінен де магний 300 ағзадағы 300 химиялық неге нетеді екен организмдегі процеске Ферментациялау. ферментациялау. Енді көріңіздер, әр нәрсенің өзінің орны бар ғой, жетіспейді уже не. Сіз дамыңыз бар, постоянно даму үстінде болуыңыз бар. Сіздер должны знаете қалай? На шаг впереди өзіңіздің командаңыздан. Қазір, например, біреу, например, Зайра ханымға деп айта алмайды да, например, сен маркетинг план білмейсің деп мысалы айта алмайды. Или там біреу айта алмайды, мысалы сіз өнімді білмейсіз деп та Зайра ханымға. Любой өнімді отырып айта береміз С ғой. любого разворота, переворота сіз андай болмаса профессионал. Когда сіздер профессионал деңгейге жетесіздер, все, сіздер миллионерсіздер. Прямо с любого разворота, переворота, любой сұраққа жауап беретіндей деңгейде болу керексіздер да. Зато сіздердің командаларыңыздың біліктілігін көрген кезде сізден ешкім кетпейді уже. Мен мысалы үшін басында ойлайтынмын, не деген көп өнім, мынаның бәрін қай уақытта жаттап қойған. Жазып отырыңыз, немесе былай қиындаймыз ғой. Бізде бәрі былай жинақталған нәрсе. Чай ма? Чайлардың бәрі бағасының бәрі бірдей, кедей бірдей. Просто енді мынау 12 мүшеге 12 түрлі. Қазір енді азайып қалды, тем более. Соны енді күнделікті, көбі күнделікті қарап отырсаң, күнделікті қолданып жүрген нәрселер екен. Мысалы үшін тіс пастасы, біреу ағартатын, чувствительный және күнделікті оны немене оқитыны бар мысалы. Осыда сіз кішкентай фокусироваться етіп, және қарауыңыз керек. Анау анау нәрсе. Мына коктейль немене енді? Ішіп жүрген тамақ тоже. Қарайсыз, витаминдердің барлығы бар екенін. Солай кішкентай бүйтіп өзіңізді қалай айтсам, настроить етіп, қиын деп ойламаңыз. Конечно, Зайра ханым, қыздарды ментальный здоровье төмен екен. Ол қалай біз ментальный здоровье төмен дегенді қалай білесіздер? Фокус вниманияларыңыз төмен. Оны ұйқыларыңыз қанбай жүр ма бір нәрсе сіздерде? Миларыңыз тынықпай ма? Бәрімізде солай ғой. Ансағандық особенно. Сабақтан шығасың кешке бір алдымен ұйықтап тамақ Хронический усталость қой. түнгі 2-ге дейін қағаз шығарып отырасың, уже ажырады. Таң атады, садик Сабаққа дайындалу Ментальный здоровье төмен да? Қарап отырмағаннан бері изучаю сижу. Магний ішу керек қазір, магний. Ми тынық еместік қой. Нейромедиа, кальций, магний. Үшеуін 1-2 ай ішіңіздерші. Ана, мидың тыныққан көтесін Кальмешин болады ма? Болады. Надо. Ол ағзада бар нәрсе ме? Үйдегі бұзауы бар адамдарға, тем более үйде бір түні бойы еметін бұзаулар. Өз қырларын айтшы, біз үйге келіп, үйде жұмыс бар ғой. Біздің жұмыс бар ғой, mesela анандай жұмыс болса, ол жұмыстан шығып ма, бұл сол жерде қалады. Документ А біз еще үйге келіп отырасың. отырайын мамам үйде бағана барсам дәптермен көміліп отыр. Маған айтты, что такое? Жаңа сабаққа қандай көрнек анау қымыжы, миың айланған жерде бар ғой кеше. Таңғы 3-ке дейін отырамын. Мен де 3-ке дейін отырамын. Еще бала ұйықтаса екен дейсің ғой. Сен қарап отырмыз. Милан тынықпайтын сақтап қарап отырмын да мен. У вас қыздар сіздер милан тынықпаса, все, ментальное здоровье. А ментальное здоровье деген ол адамның миы қартаяды деген сөз.